Арма, тарихы терең қазалы елі. Біз жаңалықтар легін бастаймыз, эфир тізгінінде мен Зарина Оңалқызы. Су тасқыны қаупі туындаған Атырау қаласынан 16 сәуір күні кешкі Қызылордаға 2 автобуспен 93 адам келді. Олар арнайы қызмет көрсету орталықтарына жайғасып орналасуда. Атырау өңірінен келгендердің 59-ы қалалық зейнеткерлерге әлеуметтік қызметтер көрсету орталығына, 34 адам Исатай Әбдікәрімов атындағы Қызылорда аграрлық техникалық жоғарғы колледжінің жатақханасына орналастырылды. Атыраулық қонақтардың барлық қажеттіліктерін жергілікті әкімдік қамтамасыз етуде. 16 сәуір күні Атырау облысынан орталыққа кешке сағат 9 шамасында 58 адам келіп орналасты. Орталықта 10 жатын орын бар. Сол 10 жатын орынға 58 адам орналасып, ішіп жемі, тамағы бәрі берілді. Қазіргі таңда жағдайлардың бәрі бір қалыпты, бақылауда тұр. Екі мекен жайдағы орналастырылған адамдарға 3 мезгіл ыстық тамақ берілуде. Барлығының денсаулығын дәрігерлер бақылауына алған. Қонақтардың ұсақ-түйек қажеттіліктерін жеткізіп беруді Қызылорда облыстық Аманат партиясы қадағалауда. Жағдайды тұрақты бақылау үшін жауапты басқарма мамандары екі жаққа да арнайы барып, ахуалды назарда ұстауда. Жағдайға байланысты енді бас аман болсын деп қашқанымыз емес, бас сауғалап келдік. Біріншіден халқыма рахмет, екіншіден сендерге рахмет. Иншалла осылай жақсы қарсы алып жатсыңдар. Кәдімгі бір неткендей емес, мұқтаждықтан келдік қой енді. Бірақ енді пятизвездочный отель сияқты шынымен. Уақытымен тамақтарын беріп қарап жатыр. Денсаулығымызда жол соқты ма, кішкене шаршап қалдық. Иншалла доғдырлар жақсы қарап нетіп жатыр. Бүгіннен бастап укол системаны алайын деп жатырмын, иншалла бұйыртса. Массаждары бар. Баршаңызға да рахмет. Алла разы болсын, сауапқа жазсын бәріңе. Иншалла аман жүріңіздер. Көп рахмет. Сыр жұртшылығы су тасқыны болған Ақтөбе облысына 9,8 миллион теңге қаржылай, 67 миллион теңге азық-түлік пен заттай көмек көрсетті. Басқа облыстарға 50 миллион теңгенің қажетті заттар жіберді. Өңірімізден арнайы техникалар бір тәулік ішінде әзірленіп, темір жол арқылы діттеген жеріне жетті. Мұнан бұрын су апаты болған аймақтарға 296 қызылордалық құтқарушы, 135 техника жіберіліп, апаттың алдын алуға жұмыс жасауда. Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың төрағалығымен өткен мәжілісте мамыр айындағы мерекелерді атап өту мәселесі қаралды. Облыс әкімі аппаратының басшысы Шахмардан Байманов мерекелер мен атаулы күндердің негізгі идеологиялық бағыттары бойынша баяндама жасады. Аймақ басшысы іс-шаралардың жоғарғы деңгейде ұйымдастырылуы керектігін назарға салды. Мәжілісте облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасына қала және аудан әкімдерімен бірлесіп мереке күндері кезекшілік ұйымдастыру, коммуналдық қызметтердің тұтынушыларға үздіксіз көрсетілуін бақылау тапсырылды. Облыстық полиция, төтенше жағдайлар департаменттері қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету үшін күшті құрамның күшейтілген режимдегі жұмысын үйлестіріп, рейдтер ұйымдастыруы тиіс. Ал облыстық білім басқармасы соңғы қоңырау мерекесін және балалардың жазғы демалысын ұйымдастыруға қатысты іс-шаралар жоспарын әзірлеуге жауапты. Сондай-ақ басқарма оқу жылының аяқталуына орай өткізілетін іс-шаралар, жазғы демалыс кезінде қоғамдық тәртіпті, оқушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, ықтимал жазатайым оқиғалар мен топтық төбелестің алдын алу мақсатында күшейтілген режимде рейд жүргізуі керек. Бірінші облыстық қоғамдық даму басқармасы мамыр айында қоғамдық саяси маңызды шараларды ұйымдастырып, өткізу жөніндегі шаралардың жоспарын әзірлеңіздер. Екінші, Қызылорда қаласы мен аудан әкімдері, облыстық басқарма басшылары облыстық шаралар жоспарына енген шаралардың сапалы ұйымдастырылуын қамтамасыз етіңіздер. Қала аудан ауыл орталықтарында сквер, аллеялар және іс-шаралар өткізілетін аумақтарда тазалық жұмыстарын, абаттандыру жұмыстарын, көркейту, көгалдандыру жұмыстарын жүргізіңіздер. Білім саласындағы бірқатар мәселе талқыланды. Олардың қатарында ең бастысы жұмысқа қабылданғандар мен балалардың қауіпсіздігі.
Есепті мерзімде аймақта орын алған жол көлік оқиғаларының негізгі себебі көлік жүргізушілерінің жылдамдықты шамадан тыс асыруы және жол жүру ережелерін өрескел бұзуы болып отыр. Осы мәселенің алдын алу мақсатында жылдамдық өлшеудің автоматтандырылған 10 дана Ekin Petrol G2 және 21 дана Vuevo бейнебақылау жүйесі штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Сондай-ақ биыл 20 зияткерлік қиылыспен 50 стационарлық жылдамдық өлшегіш және 1400-ден астам бейнекамераны орнату жоспарланған. Бұдан бөлек қосымша 5 дана Ekin Petrol G2 автоматтандырылған құрылғысын алуға ұсыныс берілді. Кешенді құрылғылармен 10.813 құқық бұзушылық анықталып, тиісті айыппұл салынған. Ағымдағы жылы есепті мерзімде жол көлік оқиғалары 85% өсіп тұр. Жарақат алғандар 75% өсіп тұр, ал қайтыс болғандар қазіргі таңда 14%-ға төмендеген. Негізгі себептердің бірі қала, кент, елді мекендерде жүргізушілердің маневр жылдамдықты шамадан тыс асыру және авариялық ахуал туғызып, көлік құралын басқарып, жолда жүру ережелерін өрескел бұзып табылады. Жол көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында жылдамдық өлшеуіш автоматтандырылған 10 дана Ekin Petrol, 21 дана Vuevo бейнебақылау жүйелері штаттық режимде жұмыс атқарады қазіргі таңда. Сонымен қатар жедел профилактикалық іс-шаралар ұдайы жүргізіліп, бұқаралық ақпарат құралдарына жариялануда. Жалпы жолда жүру ережелерінің 47 мың дерегі анықталса, оның 20 мың дерегі немесе 44% жол апатын тікелей әсер ететін өрескел құқық бұзушылықтар болып табылады. Ол бойынша 36.145 құқық бұзушылығы тиісті айыппұлдар салынды. Қазір таңда 20 зияткерлік құрылыс, 55 стационарлық жылдамдық өлшегіш, 1400-ден астам бейнекамера орнатуға жергілікті атқарушы органнан қаражат қарастырылса және қосымша 5 дана Ekin Petrol автомат құрылғылар алуға ұсыныс кетірілді. Айта кететіндер, қазір таңда барлық осы жол көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында біз ұдайы түрде жедел профилактикалық іс-шаралар ұйымдастырылып, жүргізушілермен жұмыстар атқарылады. Сонда да осы қазір таңда жол көлік оқиғасы тоқтамауда бізде. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар легі әзірге тамам. Арнамыздан алыстап, жаңалықтардан қалысқап жүрмеңіз. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Осы және өзге де жаңалықтарды әлеуметтік желілерден біле аласыздар. Серік ТВ жаңалықтар әлемде серігіңізге айналсын.